Достар, барлықтарыңызға сәлем. Бүгін қонаққа шақырған. Қонаққа келдім. Күнде деген қонақ тойыма сондай болды. Мерлі үй алған. Соған шақырды. Дақты жеген жарманда, жемеген жарманда болып тұр ғой. Қарным ашып тұрады как раз. Жіберейік па? Жібер ас болсын. Келіңіз. Ас болсын. Еті деген молынан ғой прям. Ас болсын. Еті жұмсақ. Дәмді болыпты. Массаған. Бұлан бәт көрмесін. Дәмі керемет. Мен негізі бұрыннан қазақ грильден заказ берем. Үйге қонақ келетін болса, или тамақ істеп үлгермей жатсам, прям қонақтың алдына ұялмай қоятын тамақ қой. Сірне бар ол жақта, қуырдақ бар, бешбармақ бар, үлкен еттер бар. Қонақ келген кезде осылай қазақ гриль заказ берсеңіздер болады. Мен енді қазір тойға кететін болғаннан кейін үйге осындай тамақ заказ берейін дедім. Біраз болды енді жемегенімізге қазақ грильді. Әнәпкеге алып отыр. Мамаға да ұнайды осы. Еті жұмсақ деп. Тойға барсаң тойып бар деген. Плотно тойып барайын деп тұрмын мен. Ауыл кеше жанып тұрады. Бүгін сап-салқын, жаңбыр жауып. Şimdi көрші үйге баняға баратын. Заттарымды алып алып. Bir жақсы жер ауылдың. Ауылдың банясын сағынып тұрасың бәрібір. Не істейін, мен кіре берейін ба? Ит шықпай ма қазір? Қаяқтан шығады. Әжесімен огород қарап жүр екен ғой бұл. Не болды? Салма тиін алдыңа. Қарақат бар. Мына үйіміз ақырындап бітеді. Баклажан да. Баклажан. Асқабақ. В общем, бәрі бар. Фильмге 3 минут қалды деп жатыр, қайырлы күн. Бүгін Баяшка маған шашықтады. Сека бояндырдым. Қыздар жүгіріп жүр эфирге дайындалайын. Иә. Бүгінгі образымыз бұндай. Қайырлы күн, достар. Біз эфирге дайындалып жатырмыз, Балауса ханым. Қайырлы күн. Наконец-то Сека келді. Иә. Арасында бір келіп тұрады қалыптыге. Келіп қуанып тұрады дейінші. Келіп бір қуантып, кетіп бір қуантып. Мен атам сөздері ғой. Келіп қуанттың ба, енді кетіп қуант дейді ғой. Бүгінгі образым қандай? Бүгінгі Секаның маған жасаған мейкапы. Мейкапы. Стиліңіз де керемет тұр. Мадина енді деген. Мощно. Одни профессионалы. Неке, нағыз Мадина ханымның ассистенткасы. Атын ұмытып қала берем. Зухра. Осылайынан эфирге дайындық. Қазір бірнеше минуттан кейін эфирден Балауса ханым көресіздер. Жұмысына келдім. Мен мамамның лечебный центрі бар, міне. Мен мамам жүрде директор, мен әжде бас дәрігер. Получается, бұл кісілер не істейді десеңіздер, міне Тұрсынаға деген кісі, бұл кісі Қытайда күшті оқып келген, осылай тамырды ұстау арқылы қай жеріңіз ауырады, соның бәрін біліп бере алады. Вот уже клиникаға қанша жыл болды мама? 8 жыл. Уже 8 жыл жұмыс істеп жатсыздар ма? Бізде басқа қаладан шақырып тұрады, адамдар өзі чатымыз бар ашылған. Жақында бірінші Түркістан қаласында боламыз. Сосын Атырау қаласында боламыз. Содан кейін Қызылорда қаласы және Алакөлдің Достық деген станциясы бар, сол жақта адамдар жиналып тұр. Ем алам дегендер, келе алмағандар, коляскада отырғандар, жете алмай жүргендер бәрі келеді ғой. Тағы қандай ауруларды емдейсіздер осында? Бұл жерде мен қызмет еткелі давление жоғарыларын, сауыққанын көп көрдім. Сосын
екі тізе, буын, аяқ аурулары, сөйлемейтін балалар, бала көтере алмайтын әйелдер балалы болды. Түрлі буын аурулары, түрлі тері аурулары, Жаралар. ерлер аурулары, әйелдер аурулары, қан қысым, жүректе импарк алғандар, инсульттан кейінгі аурулар, бауыр аурулары, асқазан аурулары, ішек жолдары, геморрой, барлық ішкі ауруларға толығымен бізге бургер әкелатыр. Ура! Арсен қара, папа нәні әкелатыр. Ура! Үстіме шығып, не істеп жатыр өзі. Ай, жүрсін қараңдар жаным. Занам. Любовьім менің, любовьім. Любовьім бізге бургер әкелдің ба? Мама, ыстық ансаннан қаш. Ансаннан қаш. Үштақ. Бірді. Үштақ. Құрметті оқырмандар, мен теплицамды қатты сағынып кеттім. Ұшып тұр бар ғой. Прям бар ғой енді. Келін эмоция береді, білесіздер ғой. Келінді 2-ның бірі айдағысы келеді шығар енді. Кез келген адам, еркек адамдардың бәрі келін айдап көргісі келеді өмірде. Бірақ бұның енді білесіздер, бұны бағудың өзі бір семьяны баққанмен тең. Сондықтан да керемет ощущение де болды, және де келінді армандайтын оқырмандарым көп екен. Қыздар жаза кетіңдер, кім осы келінді айдап көргісі келеді өмірінде бір рет. Может, айдатамыз сіздерге.